Қайсар бүгін Астананы қабылдайды. Ғани Мұратбаев атындағы орталық стадионға келдік. Ауа райы керемет, футбол атмосферасы стадионның сыртында сезіле бастады. Мына жерде біздің Қайсардың бас бапкері Кумуков Виктор мырза отыр. Ойын алдында ойланып отқан секілді. Қазір ойын алдында мазасына ақ қойып, бірақ ойыннан кейін міндетті түрде сұхбат алатын боламыз. Қайсардың болашағы ма? Қызылорда футболының болашақтарысыңдар ма? Ей, молодец. Қай командада ойнайсыңдар өскен соң? Қайсар чемпион қыласыңдар ма? Самая лучшая команда! Жарайсыңдар. Салам алейкум, Абзал. Ал сәттілік. Бүгінгі ойынның басқасы Сәкен Байымбет. Әділ төрелік етеді деп сенеміз. Ал Руслан, сәттілік тілейміз. Қызылордалық Қайсардың капитаны. Қайсардың символы қасқыр. Дәл қазір Қайсар және Астана арасында Қазақстан премьер-лигасындағы ойын басталатын сәт. Футболшылар алаңға қарай беттеп шықты. Жанкүйерлердің ықыласы ерекше. Себебі бүгін Қазақстанның алғашқы және дәл қазіргі Астанасының командалары өзара мықтын анықтайтын болады. Құрмет жанкүйерлер, командамызға қолдау көрсетейік. Алға Қайсар! Вперед, Қайсар! Алға Қайсар! Вперед, Қайсар! Бұл Труба Арена деп айтылатын стадион Ғани Мұратбаев атындағы Қайсардың негізгі стадионы. Енді қараңыздар, қалай Труба Арена деп айтпайсыздар. Мына Трубаның артында біреу тығылып отқан секілді, тығылмақ ойнап отыр деп ойлап қаларсыздар. Жоқ, ол футбол көріп отыр. Футболды ол стадионға келіп телефоннан тамашалап отыр. Неге? Себебі оған ойын көрінбейді. Ол жанкүйер Трубаның артында. Күннен тығылып көлеңкеде отқан жоқ. Арасында ойынға қарап қояды. Себебі дәл алдында көлбеңдеп көк тұрып отыр. Міне, біздің Қайсар командасының бұрынғы басшылығы, Қызылорданың бұрынғы әкімшілігі дәл осы стадионды талаптарға сай деп қабылдаған. Сіздер қалай ойлайсыздар? Талапқа сай ма? Және Ғани Мұратбаев атындағы стадион Труба Арена деп аталуы заңдылық па? Мына жанкүйерге сіздің жаныңыз аши ма? Неге ол футбол көрмейді? Неге ол футболды телефоннан тамашалайды? Неге ол телефонға телбіреді? Себебі Трубаның артында. Бұрыштама добы, қазір Марин Томасов допты дұрыстап қой деген қазының айтқанын тыңдап жатқан жоқ, тыңдағысы келмейді жатырған секілді. Марин Томасов біздің төрешінің айтқанын менсінбей тұр деп айтуға келе ма? Араян соққы бағыттаған, бірақ Араянның соққысы қақпадан қиыс кетті. Қайсар қазір
ауттан допты көтерген, соның өзі кәдімгідей қиын болды. Ал біз Виктор Кумиковтың командалары қашанда дәл осы аутты кәдімгі бір мини стандарт ретінде қолданып, қауіпті жағдай туғызатынын білеміз. Өзінің командасында міне бүгінде солай болатын секілді. Қазір Қайсар ауттан доп қосқан, кәдімгідей Астананың қақпасының маңында қауіп төнді. Әзірге есеп 0-0. Сикач Қайсар командасының қақпашысы. Дәл осы қақпашыға да жанкүйерлердің сұрағы бар. Неліктен бұл қақпашы Қайсардың негізгі қақпашы атанды деген. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сикач Қайсардың негізгі қақпашысы болуға қаншалықты лайықты? Қайсар жанкүйерлерге пенальти болды дегенді айтып жатыр. Төреші var қарайды ма, көрейік қазір. Жоқ, ешқандай да пенальти жоқ. Қайтадан допты ауттан қосатын болады Қайсар ойыншылары. Сәл ғана қалды қазір. Қайсар есепте алға шығып келе сақтады. Ал ойын тәртібі бұзылды ма мына жерде? Қазір Исламбек Қуат жерде жатыр. Қайсар қақпасының маңында тағы да қауіпті айып соққысы. Кездесудің басталғанына қазір 33 минут болды. Мына жақта жанкүйерлер әлі келіп жатыр. Бірінші таймның жартысы өтіп кетті. Стадион аузы мұрны шыққанша толатын секілді бүгін. Қайсардың жанкүйерсіңдер ма? Неғіп тойға келгендей тыныш өтсіңдер? Мына жақта Қайсардың фан клубы да тұр қазір. Барлығы тып тыныш, неге екенін білмедік. Жанкүйерлер сұрақ кетейік. Мәссаған. Қазір ғана Қайсар өздерінің үй жұмысын жасады. Стандарт өте жоғары деңгейде ұйымдастырылған болатын. Бірақ мүмкіндікті пайдаланамады қызылордалық команда. Қайсар командасының қосалқы құрамы. Кумуков, бапкер мына жақта. Қазір екінші тайм басталады. Бірақ қашан басталады? Астана командасы алаңға шыққаннан кейін. Астана командасы енді шығып жатыр алаңға.
Ойын дәл қазір 0-0 екенін тағы да естеріңізге сала кетейін. Сәкен Байымбеттің жұмысы қалай? Құрметті көрермендер, ұнап жатыр ма дәл қазір? Әзірге мінсіз төрелік етіп атқан секілді. Солай болады деп сенеміз, үміттенеміз ойын соңына дейін. Не байқадыңыздар дәліне көрістен? Мына трубаның артында мынандай жанкүйер отыр. Ол жанкүйерге ештеңе қызық емес, себебі ол футбол емес, трубаны көріп отыр. Оның алдында труба тұр. Сондықтан ол телефон шықлап отыр. Қызық па? Не заходим в штрафную. Штрафную не заходим. Скоро в штрафную не заходим. Скоро здесь, 2 игрока. Скоро. Шаг налево, иди налево. Ответ. Ответ, блядь. Эй, 2 игрока, ну. Его ап. Ап, ап. Загрей, спина. Ап, Гол қазір ғана Томашевич есеп ашты. Астана командасы алда. Есеп 0-1. Дәл қазір Жарко Томашевич елордалықтарды алға шығарды. Бірақ дәл осы голда мен бір нәрсені түсінбедім. Қайсардың ұзын бойлы, ірі денелі қорғаушылары қайда қарап тұр? Неге олар аспанға қарап жұлдыз санап тұр? Соншалықты бір керемет Де Брюйненің пасындай шыққан жоқ. Тіпті отандық футболдың деңгейінде айтатын болсақ, Исламхан, Тағберген секілді пас шығарған жоқ. Ол жерде Исламбек Қуат жай ғана ауыстырып тастай салды. Ал Қайсар қорғаушылары кәдімгі өмірінде бірінші рет кәсіпқой деңгейде футбол ойнап жатқандай Жарко Томашевичті жіберіп алды. Ал Томашевич кешірген жоқ, баспен ұрды. Сикач Қайсар қақпашысы көзбен допты шығарып салды. Дәл осы гол жайлы сіздердің қандай пікірлеріңіз бар? Жаза отырыңыздар. Қайсар қақпашылар қателесе сақтады, қателесті және жоқ. Өз қателігін өзі жуып шайды. Сикач. Және қорғаушыларына қазір өзінің наразылығын білдіруде, назын айтуда, бірақ қақпашы өз қателескен секілді. Допты дұрыстап ойынға қосуға болатын еді ғой. Айып соққысы Қайсардың орындауында. Гол! Қайсар командасы бүгін бір стандартта гол соғуы мүмкін деп айтқан болатым менде. Дәл қазір міне Сыр командасы таразы басын теңестірді, есеп 1-1. Ал ойынның аяқталуына дәл қазір 12 минут уақыт қалды. Елордалықтар жеңісті жұлып ала алады ма? Әлде Сыр командасы Астана командасын тоқтатады ма? Қалай ойлайсыздар? Елордалықтар сол қанатпен көп шабуыл жасап жатыр бүгін.
Райымбетов дәл қазір ешқандай қиындықсыз гол соқты. Өткені Қайсардың қорғаушылары Абатты жіберіп қойып қарап тұр. Неге? Сұрақ көп, жауап жоқ. Ал Астана Қайсарды ұтып жатыр. Есеп 1-2. Сонымен кездесу аяқталды. Есеп 1-2. Қайсар өз алаңында ұтылды. Ал елордалық команда түзде жеңіске жетіп, маңызды 3 ұпайға қол жеткізді. Астана командасының жанкүйерлерін қолдаймыз. Бүгінгі ойыннан бір мініз деп сынамай-ақ қояйық ешкімді. Әркім өз шамасы келгенше ойын өріндегін көрсетті. Қайсар ұтылды. Бірақ енді Қайсар өте қиын гол, өзінің стандартты жағдайда голын соқтығанымен болмашы голдарды жіберді меніңше. Там прошел как Месси. Бля, сломайте там, бля, братуха. Здравствуйте. Отдайчик. Жеңіс құтты болсын, Абат. Жеңіс голының авторысың. Я был, ты жив, она пройдет вокруг. Жеңіс құтты болсын. Абат. Абат, жеңіс голының авторы ретінде бүгінгі ойын жайлы қысқаша айтып берсең. Ойын қазір амандасып алайын. Ойын өте қиын болды. Өткені сырт алаңында ойнау әрине өте қиын әрбір командаға. Бірақ қуаныштымын осылай 1-1 есебімен ойынды ауыстырып жеңіске жеткенімізге 2-1-мен. Өте қуаныштымын, былай осал қарсылас емес. Өте қуаныштымын. Көреміз бұйырса не жетпеген, не жетіспеген талқылап көреміз қазір. Өте айтып қиын. Ең басты жеңіске жетті. Енді Абат, өзің Ақтөбеде карьераңды бастағанмен негізі туған жерің, кіндік қаның тамған жер Қызылорда ғой. Не айта аласың жалпы Қызылорда жайлы? Арал, Қызылорда облысы. Әрине ыстық. Келген сайын осы Қызылорда қаласына өте ыстық. Жанкүйерлеріне рияшын өлдірем. Келген сайын әрдайым қолдап тұрады. Өте қуаныштымын. Сосын тағы да бір осы, енді әркім бала кезінде футболшы болғанда армандайды ғой, футбол ойнауды. Сол кезде бала кезінде бір болған беді арманыңда Қайсар командасында ойнау, доп тебу деген? Қайсар командасында 4 жасымнан кейін Ақтөбеге көшіп кеттім. Бұлай Ақтөбе болды мақсатым ойнау. Бірақ әлі де кеш емес, неге ойнамасқа бір күн тыңдап күндер туып қалар, Қайсарға келіп ойнауға. Бәрі мүмкін, баланың қолында бәрі. Рахмет, Абат. Жеңіс құтты болсын. Александр Заруцкий, Астана командасының қақпашысы. Как дела, Александр? Все отлично. Про тебя спрашивают наши зрители. Когда тебя они увидят на поле? Когда время придет, все будет. Всему свое время. Ты готов, да? Ждем на поле. Удачи. Бүгінгі жанкүйерлерге рахмет. Өте керемет болды қолдау. Өкінішке орай жанкүйерлер қуанта алмадық. Ойын өте қиын болды. Өткен ойыннан кейін жанкүйерлерді қуантамыз деп ойлаған едік, бірақ енді алаң қалауымен осындай болды. Не жетіспеді? Кішкене уровень деп ойлаймын. Қайсардың стандарты кәдімгідей дайындалғаны барлығы көрініп тұрды, бірақ бір Астана өз голдарын еш қиындықсыз соққан секілді жоқ, қиындықсыз соққандай көрінді бізге. Сен қалай ойлайсың? Енді қазір айта алмаймын. Ойыннан кейін видеоны көріп, голдар даже енді бірінші гол
баспен салып штрафной ішінде. Білмедім енді. Иә, екінші голда жаңа ойын тәртібін бұзып тоқтату керек пе де алда, иә? Айып алаңына енгізбей, пас беретін ойыншыны. Алыстан көрінді, мен білмедім. Жалпы өзің ойының жайын не айта аласың? Мақсатың қандай? Енді ойын өте қиын болды. Жақсы ойнауға тырыстық, бірақ қолдан келген бәрін істедік, болмады ештеңе. Жалпы Кумыков Лакберг ойынның алдында қандай тактика қойып еді? Жеңіске жетіп, жанкүйерлерді қуанту тек. Иә. Чемпионатта жоғары орындарда болып, мақсатымыз сол еді. Енді келесі ойындарда қуантамыз деп ойлаймыз. Сосын жаңа гол жайында бір айтып кетсең, голды кімге арнадыңдар? Бір кішкентай бала туылып кетті бір біреуде? Командамызда Қуаныш Қалмұратов кеше әйелі босанып ұлды болды, соған. Бұл голды Қуаныш Қалмұратовқа арнадыңдар, иә? Рахмет. Я мақсат енді ойыннан кейін. Сосын айтамын, ішке кіріп кетті. Қазір? Пенальти керек еді, бірінші таймда пенальти болу керек. Пенальти болу керек еді? Пенальти болды, штрафной ішінде пенальти болды. Мынау судья былтыр анау Ақтөбені ұтылдырған судья ғой, Сәкен Байымбет па кім еді? Иә. Астананың жанкүйері ғой. Астана, Сәкен Байымбет. Бүкіл Қазақстан біледі. Рахмет. Қайсар вперед. Қалай болды Қайсардың ойыны? Қайсардың ойыны Менди дейтін игрок ойнады. Жақсы екен. Қалғандары Золпқарттан жақсы ойын күтіп еді, бірақ содан қауіп күтетін болмады. Много говорили с ребятами о том, что это будет абсолютно другая игра, не как кубковый матч. Здесь будет настрой, атмосфера, болельщики, большое количество. Невысокий темп игры, так как это стиль Кайсара. Много остановок, ауты, там все эти штрафные удары, стандарты. В целом так и получилось. В первом тайме много было борьбы, хотя у нас было 3-4 момента. Там, второй тайм минут 25 очень понравился. С раздевалки мы вышли, играли в такой футбол, который мы должны были играть в первом не все получалось. Забили гол, но потом почему-то бросили играть в футбол, отошли, отдали чуть мяч сопернику. Пошел навал, стандарты, ауты. И в одном из эпизодов, конечно, там не доработали, пропустили гол. Хорошо, что потом включились и на характере мы все-таки вырвали такую важную и сложную для нас победу. Хотели выиграть, но очень уж легко голы пропускаем. Не знаю, что даже на это сказать. Такое впечатление, что у нас защитники в первую очередь, они вообще не готовы играть в этой лиге. Что там пропустили, что здесь. Чисто после наших ошибок все. Просто не ошибайся, этих голов бы не было. Правильную позицию надо было занять. Не знаю, объясняем, работаем, но почему-то не получается. Плюс атакующая наша группа очень слабо сыграла. Очень много брака в передачах, в первую очередь. Ну, не знаю, или испугались, или растерялись, хотя чего бояться, не знаю. Ну, не сыграли так, как мы это планировали, эту игру, не смогли сыграть. Ну и Астана больше заслужила выиграть, чем мы. Вы сами говорите, что пропустили легкий гол. Да, это из-за чего так получается? Ну, потому что защитник занял неправильную позицию. Вот он должен был с игроком стоять, а игрок один чуть-чуть шаг назад сделал, этого гола первого не было. Второй гол, вы видели, Калмуратов бросился, уставший защитник, который всю игру играл, и свежий Калмуратов выходит, его как стойку обыгрывают, проходят штрафную и забивают гол. Ну как? Ты должен бороться как-то, драться, нарушь хотя бы правила. Вот о чем я говорю. Какие-то морально-волевые качества, бойцовские качества. Такое впечатление, что женская команда против мужской вышла играть. Борьбу какую-то. Не все, конечно, не все там. Были те, кто хорошо сыграл. Ну, Астана — это команда, с которой все должны хорошо играть, чтобы выиграть. Вот о чем речь. Не сложные голы, не обыграли, не забегание, не стенка, ничего. Просто какой-то навесик, и то не силовой, пласированный, и мы пропускаем гол первый. Просто потому, что защитник не занял свою позицию. Второе мы пропускаем просто потому, что защитник не поборолся.
Его обыграл не нападающий, не какой-то суперскоростной футболист, а уставший защитник его обыграл, прошел и отдал передачу. Вот почему. Ладно бы там обыграли какую-то комбинацию, разыграли, забили гол. Но не было ж такого. Сегодня вот этот и первый гол, второй гол, как будто сливали матч. Вам не так казалось? Ну, пропустили мы действительно там простые голы, но насчет сливали, я как могу говорить, у меня никаких доказательств нет, ничего нет. Скорее растерялись, наверное, не знаю, как точно слово подобрать. Но вот в этих эпизодах, где мы пропускали, сыграли плохо действительно. И почему, когда вы сравняли счет, не садились в оборону, а хотели еще за? Нет, ну мы оборонялись, там просто была контратака, хотели, побежали вперед. Ну, в принципе, достаточно людей было. Просто на этой бровке защитник встречает, просто с фоли, вот они же фолили, делали так. С фоли нарушь там, ну, получишь ты желтую карточку, все вернутся там. То есть, как-то надо иногда и какие-то фолы делать в интересах команды. За это не штрафуют, если это фол оправданный. Причем, что свежий игрок, который только вышел, играл против уставшего игрока в этом эпизоде. И что скажете про судейство? Там в первом тайме пенальти не было? Ну, я не знаю, надо смотреть. Конечно, нам хотелось, чтобы пенальти. Ну, наверное, есть ВАР, не знаю, судьи, наверное, черт его знает. Посмотрим игру, я там как бы надо посмотреть на видео, так я не отследил этот эпизод, там что-то было, но может на пенальти не тянуло, не знаю, не могу сказать. Последний вопрос. И сегодня в стандартах, да, в стандартных положениях, когда Кайсар разыграл вот этот стандарт, смотрелась вот эта домашняя заготовка. Насколько вы уделяете время стандартам на тренировках? Ну, уделяем много времени. Много времени. В каждом недельном межигровом цикле мы уделяем там, ну, в 2 тренировках там уделяем время, пока полностью и атаке, и обороне при стандартных уделяем достаточно много времени. Какая задача у команды и когда, с каким местом вы будете довольны своей работой, если Кайсар займет место? В конце Я не знаю, у нас задача вот в верхней части таблицы, если пополам таблицу разделить, вот там, в той стороне, вверху быть. Не знаю, на каком сейчас месте. На 6-м? Сегодня пока еще не знаю. Нет, по итогу сезона, что вы были своей работой? Ну, вот так, где-то впереди, в 5-ке, там, где-то, ну, может, вот так как-то. Я, ну, не ниже 5-го я бы как бы был доволен. Кайсар способен на это? Ваши игроки? Ну, когда мы выиграли 3 игры подряд, мы думали, что мы способны. Ну, сейчас проиграли Астане. Астана все-таки это команда. Хоть и проиграли они Кайрату и Актюбинску. Ну, бывает и такое. Это все-таки один из лидеров казахского футбола. Не будем пока делать выводы там. Кайрат, Ардабасы, Актюбинск. Это все, Астана, это все-таки, пускай эта 4 будет впереди нас. Сонымен біздің Қызылорда қаласына Қайсар және Астана матчына жасалған влогымыз осы жерден тәмам. Көрдіңіздер, ойын тартысты өткендей болды. Есеп 1-2, елордалық команданың пайдасына. Қайсар қолынан келгенше тырысты, тіпті соңғы минуттарда таразы басын теңестірген кезде сыр жанкүйерлерінде ұпай аламыз ба деген үміт оты жанған болатын, алайда көп ұзамай ол үміт оты өшті, қуанышы жанкүйерлердің су сепкендей басылды. Ал елордалық команда өзінің кезекті 3 ұпайына қол жеткізіп, қазір топ басында Қызылжарды қуып жетіп қалғандай. Бүгін біраз командалар ұпай жоғалтты, ал Қайсар бүгін лайықты түрде жеңілді ма? Сіздер қалай ойлайсыздар? Астананың жеңісі қалай болды? Сәкен Байымбеттің бүгінгі қазылығына қандай баға бересіздер? Оған өздеріңіз менің дәл осы YouTube каналыма пікір қалдырып, бөліссеңіздер де болады, және менің каналыма жазылып қойыңыздар. Сол кезде сіздер менің арнамда болып отқан жаңалықты ең бірінші болып білесіздер. Бүгінгі влог сіздерге ұнады деген ойдамын. Жеңісті күндерде
жүздескенше.